Сонымен Шет ауданы Ақсу Аюлы ауыл орталығы мен Қарағанды облысына бағынышты. Оның алып жатқан аумағы шамамен 66 мың шаршы шақырымды құрайды. 48 мыңдай халқы бар. Оның 5 мыңы Ақсу аюлықтар құрайды. Қарағанды облысының 9 ауылдық аудандарының ішінде экономикасы тек аграрлық бағытта ғана емес, сондай-ақ өнеркәсібі де жақсы дамыған. Сол сияқты Шет ауданында өзінің мол қорымен ерекшеленеді. Мұнда жол сервистерін дамыту үшін барлық жағдай жасалған. Алматы-Екатеринбург республикалық автотрассасы мен темір жол тораптары өтеді. Бұл өтім нарығын тауып, кеңейтуге мүмкіндік беріп, экономиканың белсенді әртараптандыруын қамтамасыз етеді. Дәл Шет ауданында ірі тау-кен кәсіпорындары, карьерлер мен байыту фабрикалар жұмыс істеп келеді. Бүгінгі күні Шет ауданында аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталған мемлекеттік және салалық бағдарламалар іске асырылып жүр. Бұған 2013 жылы 614 миллион теңге бөлініп, енді тұрғын үй құрылысы, агроөнеркәсіптік кешен дамуы, су құбырлары желісінің қайта құрылуы, ауылдық кәсіпорындардың дамуына көмек беру, елді мекендерді абат. Орталық Қазақстан жер шарындағы ежелден келе жатқан түсті металлургияның орталығы болып табылады. Сол себептен де қола бұл аймақ үшін ерекше маңызға ие. Шындығында қоланың пайда болуымен бірге бұған дейінгі жағдайларға мүлдем ұқсамайтын үлкен бір бүтін мәдениет дүниеге келді. Орталық Қазақстанның территориясы сол байырғы ежелгі мәдениетін ошағын сөндірмей келуде. Бұл жерлер ерекше энергетика мен аңызға айналған тарих бастауынан өзге керемет табиғи жағдайына ие. Ежелгілер қайда тұрып, өмір сүретінін анық білгенге ұқсайды. Қола дәуірінің соңғы кезеңдерінде орталық Қазақстанда жаңа мәдениет, Беғазы Дәндібайдың пайда болуымен ерекшеленеді. Ақсу Аюлы кенті өлкенің шежіресімен бұл жерлердің өте ерте замандардағы деректері сақтап қалған сол тарих кезеңінің археологиялық нысандарына қоршауында орналасқан. Шет ауданы өз атауын 1928 жылы алған болатын. Айтпақшы, неліктен дәл бұлай аталғанын анықтап білдік. Ең басында бұл жер Семей губерниясы Қарқаралы уезінің құрамына кіріп, ең шеткі аудан болған екен. Сол себептен аталмыш аудан күні бүгінге дейін дәл осылай аталып кеткен.